Так, біздің қазақстандық өнім, разработка. Біз Ардуинода, сосын шаговый двигательдерді оқимыз ғой. Робот жасағанда, құрастырғанда. Сервомотор соның ішінде мынау шаговый двигатель, яғни қадамды қозғалтқыштың қалай жұмыс жасайтынын түсіндіретін арнайы оқыту жинағы. Node step деп аталады. Барлығы магниттерді құрып, яғни мынаның өзінде мотормен айналып жоқ. Магниттердің тербелісі бойынша қозғалып тұр. Соның қараңыз прототипі. Бірінші Ардуинодан бастап жасаған прототипін қалай жұмыс жасайды, соны ары қарай кәдімгі товарный битке келтірген. Ішінде ESP бар. Мынау дейтін яғни функцияларын басқаруға, өшіріп қосу, магнит поляларды ауыстыратындай. Енді бұл физически ауыстыруға, сонымен бірге екінші программамен де ауыстыруға болатын бар. Мінекей, бағдарламалық жасақтамасы, бағдарламасы. Яғни неде режимдерді ауыстырып қосуға болатындай программалауға болады. Бұл және осы тауардың бірінші бөлігі. Бұдан ары қарай 3D принтерлерді қалай жұмыс жасайды, яғни біз магниттермен қозғалады, соның барлығын түсіндіретін мүмкіндіктер бар. Так, и Kickstarter'де бар. Kickstarter'ге Node Step деп іздесеңіздер, барлық мәліметтер шығады. Так, экосистемасына барайық. Мінекей мүмкіндіктері. Бағдарламалық жасақтамасы. Қызығы экосистемасында. Мінекей. Яғни мынау Node Step'тің өзі Node Step жұмыс жасайды. Сосын барып Node Liner деген бар. Яғни 3D принтерлерде бізден қозғалады, соған бірінші осыны үйренеді. Яғни шаговый двигательдерде бір шақта қалай қозғалады, яғни әр шақтарда бізге керек заттарды. Сосын соны ары қарай 3D принтердегі уже X, Y, Z өстері бойынша қалай қозғалып жүргізуге болады. Соны түсінгеннен кейін ары қарай уже роботтың қозғалысына үйрететіндей. Node Step. Біздің Қазақстандық өнім енді шетелге сатылып жатыр. Қазақстан ішінде де сатылып бастап жатыр. Мектепте жалпы моторды үйреткенде қиындықтар туындайды. Яғни біздер тек қана көп жағдайда полярностьтарын көрсетеміз ғой. Полярность ауысқан кезде қалай жұмыс жасайды деген. Мынада ішкі құрылысын толықтай зерттеп қарауға болады. Енді алдағы уақытта да осы бойынша мәліметтер салып отырамын. Жеке тоқталатын боламыз.